Заң мен тәртіп қағидаты аясында құқық қорғау органдары мен жоғары оқу орындарындағы студенттік ұйым жетекшілері арасында кездесу өтті. Шараның негізгі мақсаты жастар арасындағы құқықтық мәдениетті арттыру, университеттердегі тәртіп пен қауіпсіздік деңгейін талқылау және студенттік ортада жиі кездесетін құқықтық мәселелерді шешудің жаңа тетіктерін әзірлеу болды. Кездесу барысында прокуратура, полиция және өзге де құқық қорғау органдарының өкілдері заң талаптарының маңызын түсіндіріп, жастардың құқықтық сауаттылығын көтеруге бағытталған жобалар жөнінде ақпарат берді. Студенттік ұйым жетекшілері өз кезегінде университет ішіндегі өзекті мәселелерді ортаға салып, құқық қорғау құрылымдарының жұмысын жетілдіру бойынша ұсыныстарын білдірді. Кездесудің мақсаты мынау өздеріңізге белгілі, әрбір өзгерістердің драйвері ол жастар екені бәрімізге мәлім. Сондықтан сол жастармен осы заң мен тәртіп қағидатын әрмен қарай елімізде іске асыру мақсатында жастарды біз өзгерістер елшілері ретінде қазір біз жұмыс жасап жатырмыз осы салада. Ол кезде біз жастармен кездесу барысында бейім алған құқық бұзушылықтар немесе оларды осы заң мен тәртіп қағидатын құқық бұзушылыққа деген нөлдік төзімділікті қалыптастыру жолында жастарды әрбір бағытта, мысалға олардың идеясын тыңдау, олармен қалай жұмыс жасау тиімділігі сияқты барлық нәрселерді қамтып жұмыс жасап жатырмыз жастармен. Бүгінгі кездесудің де мақсаты бірден бір сол болып табылады. Осы жерде елімізде осы қаламызда орналасқан оқу орындарының, ұйымдардың, жоғары оқу орнында ұйымдардың басшыларымен, лидерлерімен, сондай белсенді жастармен, ерікті жастармен кездесіп отырмыз. Талқылау ашық форматта өтіп, студент қауымы буллинг, сыбайлас жемқорлық, кампус қауіпсіздігі, жастардың құқықтарын қорғау сынды тақырыптарда өткір сұрақтар қойды. Құқық қорғау органдары студенттердің ұсыныстарын назарға алатынын және жоғары оқу орындарымен бірлескен алдын алу жұмыстарын күшейтетінін айтты. Заң мен тәртіп жобасы аясында көптеген іс-шаралар негізінен бұл мемлекеттік деңгейде жүзеге асуда. Соның ішінде жастар саясатында бұл тұжырымдаманың кеңірек насихатталуы және кеңірек қолданысқа енуі мақсат болған. Осы бағытта жастарға қалай әсер етеді деген сұрақ ең бірінші және өзекті болып табылады. Себебі біз әрбір заңның көптеген өзгерістеріне қатысты немесе тәртіптің сақталуына қатысты негізгі факторларды білгенімізбен көп жағдайда оны құқық бұзушылықтарға немесе қылмысқа алып соғатынын білмеуіміз мүмкін. Сол себепті де біз әрбір осындай өткен іс-шаралар арқылы біз осы бір заң мен тәртіптің қоғамдағы өзекті екендігін және жастар арасында кеңінен насихатталып ақпараттандыруы маңызды екендігін сезінудеміз. Заң және тәртіп принципі барлығына қатысты болуы керек, бірақ оны сақтау тек құқықтық теңдік болған жағдайда ғана мүмкін болады. Сот жүйесі тәуелсіз, полиция әділ және мемлекеттік органдар қолжетімді болуы керек. Осылайша заңдарды сақтау тұрақты және гүлденген қоғамның негізі болып табылады. Әрбір азамат өзіне және қоғамның басқа да мүшелеріне қолайлы жағдай жасау үшін өз жауапкершілігін сезініп, заңдарды сақтағаны дұрыс. Жалпы бүгінгі біздің кездесудің мақсаты қала прокуратурасы басшылығымен кездесу болып табылады. Жалпы бұл кездесуге біз Әуезов университеті және қала жастары, бізде Шымкент қаласында 9 университет бар. Сол 9 университеттің лидерлері, көшбасшылары болып келіп отырмыз. Яғни бұл кездесудің мақсаты бізде қала ішінде болып жатқан құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында осы қаладағы кеңінен қолданылып жатқан жаңағы халық арасында болып жатқан құқық бұзушылықтың алдын алу болып табылады. Университетте 20 мыңнан астам студент болғаннан кейін әрбір адамда ондай болады деп ойлаймын. Себебі студент ол қателеседі, олардың арасында құқық бұзушылықтар болады, бірақ оны ары қарай түсіндіріп дұрыстау керек. Академиялық талаптарға сәйкес, мысалы сыбайлас жемқорлыққа байланысты да әртүрлі шаралар өткізіледі, кездесулер өткізеді. Оның барлығы бізде ай сайын жаңағы басшылық құраммен толықтай түсіндіріліп отырады. Кездесу жастар мен құқық қорғау органдар арасындағы ашық диалогтың маңызын тағы бір дәлелдеді. Студенттер көтерген мәселелер назардан тыс қалмайтын болды, ал прокуратура мен полиция өкілдері университеттердегі құқықтық тәртіпті күшейтуге дайын екенін айтты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, заң мен тәртіп қағидатын жүзеге асыру бір күндік шара емес. Ол жастардың құқықтық санасын көтеріп, оқу орындарында қауіпсіз орта қалыптастыруға бағытталған ұзақ мерзімді жұмыс.